Сәлеметсіз бе? Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп өтіңіз. Алдын ала рахмет. Тоқалдың тұзағы. Байтөре ағамыздың бүгінде баяғыдай қарқыны жоқ. Жасы енді 40-тан асса да, екі беті қуарып, көзі шүңірейіп ішіне кіріп кеткен. Қолындағы таяғымен жер шұқып, күн ұзаққа үй жағында сөкіде отырады. Оған не кемпірі, не ұл қыздары өткен өмірін бетіне баспайды. Ол өзін осындай жазаға лайық деп тапты. Күнде-күнде өткенін көз алдына келтіріп, алдымен Алладан, содан соң бақилық болған әйелі мен әке деп асты үстіне түсетін перзенттерінен іштей кешірім сұрайды. Бүгін тағы да әдеттегідей сөкіде отырып, өткен өмірін көз алдына елестетті. Байтөре нағыз сымбатты жігіт болып өсті. Ауылдың қыздарының да арманы Байтөре. Мектепте бұған ғашық болмаған қыз жоқ еді. Екі қыздың басы қосылса, Байтөренің сымбатын айтып қиялдайтын. Сымбатты жігіт сезбейді емес, сезеді бәрін. Сол үшін де маңғаздана басып жүруші еді. Өзіне тоқ әулеттен шыққаны тағы бар. Сымбатты жігіттің қайғыз болмасын жары болуды армандайтын. Солай жүріп, соңғы оқу жылына аяқ басты. Жігіт шырақ қыздарға көз қырын салмайтын. Күздің алғашқы айларында мектепке Байтөренің сыныбына қаладан жаңа оқушы қыз келді. Өзі әппақ аққудай, сұп-сұлу, ұзын шашы беліне түскен. Майысып келіп бірінші партаға отырды. Бүгін қас қылғанда Байтөре сабаққа келмеген. Ол сымбатымен әкесінің ақшасына сеніп, мектепке қаласа келетін, қаламаса келмейтін. Білдей бір заводтың иесінің баласы болған соң мұғалімдер де соның сөзін сөйлейтін. Ауылда еш қызық жоқ. Кешке анда-санда ашылатын клубта бір ай бұрын өртеніп кетті. Кешке жігіттер шығып, әр көшенің басында жиылып отыруды әдетке айналдырды. Әдеттегідей кешкі асын асығып ішіп, жеңіл күртесін иығына жүре ілді де, кеш келем дегенді айтып шығып кетті. Достары қақпа алдынан күтіп алды. Көшенің бас жағына қарай аяңдады. Иә, айта беріңдер. Не қызықтар болып жатыр әлемде? Мен 2 күн сабаққа бармадым. Баруың керек еді, төре. Достары осылай атайтын. Бүгін қаладан жаңадан оқушы келді. Нағыз сұлудың өзі. Дәл сенің ойыңдағыдай, деп жағымпаз досы сөйлеп бастап еді. Жә, қойшей, қашан қыздың артынан жүгіріп едім? Олар жүгірсін менің артымнан, деп бұрылып көкшепке отыра кетті. Үнсіздік. Біраздан соң үнсіздікті төренің өзі бұзды. Ертең барам сабаққа, көрерміз, деп миығынан күліп қойды. Дабырласып, барлығы қайта әңгімеге көшті. Түн ортасынан ауа үйлеріне тарасты. Ертеңіне қанша ұйқысы қанбаса да, қаланың сұлуын көру үшін оқушылар түгел сабаққа келді. Талтаңдап басып, төре де кіріп келді де, Айнаштың жанына отыра кетті. Ал, айта отыр, біздің ауылымызға неге құмарта қалдың? Әлде қалада аштық жарияланды ма? Сәлем. Алдымен амандасуды үйренсеңші. Сенің ауылыңа келгім келген шамалақ. Әкемнің жұмыс бабымен тек 1 жылға ғана келдік. Ұнатсаң да, ұнатпасаң да шыдауыңа тура келеді, деді де Айнаш келесі партаға жайғасты. Өмірінде жан баласы бетіне келмеген төре, екі беті дуылдап, құлағының ұшына дейін қызарып,
сөз таба алмай тістеніп отырып қалды. Ол кездері 10 жылдық мектептер болатын. Бітіруші сынып 10-шы сынып еді. Осы оқыған 10 жыл ішінде төреге бір адам бұлай бетіне келмеген. Әбден молшылыққа үйренген, басынан сөз асырмайтын маңғар жігіттің бір-ақ сәтте қалалық қыз сазайын берді. Сыныпты зілді үнсіздік басқан. Мұғалім келіп сабақ бастағанда ғана ара гідік екеу ара сыбыр-күбір басталды. Сабақ аяқталып, оқушылар үйлеріне тарасты. Төре қалалық сылқымның артынан барғалы тұрды да, бұл ойыннан тез айныды. Сөйтсе де, жүгіртегінің біреуін шақырды да, қай үйге көшіп келгенін анықтауды тапсырды. Ішінен, «Тұра тұр бәлем, аяғыма жалынып кешірім сұрайсың әлі», деді тістеніп. Кешке тағы көшеге шықты. Достарымен әңгіме арасында Айнашта кетті. Бәрінің ішінде бір сезім бар. Сұлу қыз бәрінің назарын алып үлгерген еді. Бірақ ешқайсысы батып айта алмайды. Тек төре ғана ешқандай сезімсіз. Оның бар ойы қалай жалындырсам екен дегені еді. Сол оймен үйіне қайтты. Тіпті түсінде де соны көріп шықты. Сылқым қызды күнде көре берген соң ба, төренің ызасы да тарқай бастады. Керісінше, Айнашпен уақыты тез өтіп кете беретін болды. Сөйтіп жүріп, қылышын сүйретіп қыс келді. Екеуін бірге көру жиілей берді. Достары да төренің бұлай өзгергеніне қуанды. Құлақтары тынышталды. Ал қыздардың ішін қызғаныш өртеп барады. Солай, бір-біріне ыза кекпен басталған таныстық көктем шыға бере махаббатқа ұласты. Тіпті мектепті аяқтай сала үйленемін деп түйді. Айнашқа өліп-өшіп ғашықпын деген төре ата-анасының қалада дайындап қойған оқуынан да бас тартты. Көктемнің аяғына таман оқу аяқталар кезде Айнаштың әкесінің іс-сапары аяқталып қалаға қайтатын болды. Бірақ қызының оқуына бола 2 аптаға қалды. Қалаға қайтатынын естіген Айнаштан маза кете бастады. Екеуі бірге мектептен келе жатып ұзақ сөйлесті. Біз қайтатын болдық төре. Білем. Үйленейікші. Немене, жындысың ба? Біз әлі кішкентаймыз ғой. Не бопты? Мектепті бітірді деген ер жетті, бой жетті дегені ғой. Сонда да менің әкем рұқсат бермейді төре. Менің әкем алдына барса бермей қайда барады, деп мұрнын шүйірді. 2 жасөспірім солай ақылдасты да үйлеріне тарады. Байтөре әкесіне үйленетін айтқанда, әкесі ішек-сілесі қата күлді. Боқ мұрын, алдымен оқу оқып, менің жұмысымды жалға, одан соң көрерміз деді. Анасы да осы ойда еді. Бірақ Байтөре табан тіреп тұрып алды. Айнашсыз өмір сүре алмайтынын, олар қалаға кеткелі жатқанын айтып, қалайда үйленетінін жеткізді. Шолжаң жігіттің айтқаны әрқашан болған және бола бермек. Ақыры ата-анасын көндіріп, Айнаштың үйіне қыз айттырып жіберетін болды. Мектеп аяқталған соң Айнаштар қалаға кетті. Артынша ізінше суытпай, Байтөренің ата-анасы 1-2 туысын алып қалаға қарай тартты. Не керек? Білдей бір заводтың бастығына қызы келін болса жаман ба? Әкесі рұқсатын беріп, сол жылдың жазында әлі бұғанасы қатпаған 2 жасөспірімнің некесі қиылды. Кәдесый, жөн жоралғының бәрі болып тойда өтті. Айнаштың езуі құлағында. Даңғарадай дәу үйде майысып, шай құйып отыр. Алдағы өмірін, болашағын төресімен бірге елестетіп қояды. Ал Байтөре болса, сондай сұлу қызды келіншек еткеніне мәз.
Бірақ ішіндегі алаулаған сезімі өткінші екенін, аз уақытта су сепкендей басыларын білмеген еді. Бұл кезде екі жастың сыныптастары арман қуып қалаға оқуға, оқымағаны ауылда жұмысқа орналасып жатыр еді. Барлық сыныптастары өз жолдарымен оқу, жұмысқа кетіп жатқанына қызыққан Байтөре ыстық суығы басылмай-ақ ойын өзгерте бастады. Сыныптастарынан қаламын ба? Сонда мен де оқимын деп тағы да дегенін істетпекші. Көздері мөлдіреп Айнаш: «Төре, менше, сен кетсең не істеймін?» деді. «Не істеймін деген не? Үйде боласың. Әке-шешеме ас-ауқатты кім береді? Сені не үшін келін қылды онда?» деді Төре бұзылып. «Сен ешқайда кетпеймін, ауылда боламыз. Үйленген соң әкемнің заводын басқарамын дегенің қайда? Енді оны басқару үшін де білім керек шығар. Әлде менімен оқыған боқмұрындар қалада шіреніп студент атанып жүргенде мен бейшара боп ауылда дым көрмей жүргенімді қалайсың ба? Онда мен де сенімен бірге кетемін. Көп сөйлеме. Не бар саған қалада? Онсыз да қаланың қызысың. Ол жақтың бәрін жатқа білесің. Қысқасы, әңгіме бітті. Ертең жолға шығам. Заттарымды дайында», деді де шығып кетті. Айнаш жылап бөлмесінен шықпай қойды. Онсыз да жап-жас қылып алғанына, оның үстіне өзі таңдап алмағанына ызалы жүрген ене келінінің мына жатысын аса жақтыра қоймады. Ол баласының қалада оқығанын әу бастан қалап еді. Енді іштей қуанып жүр. Есіктің сыртынан айқайды басты: «Айттым мен, жап-жас қылып қатын алма деп. Кесемізді ағартпайды бұл. Анасының сүті кетпеген әлі аузынан». Айнаш бейшара күйде сүйретіліп шықты да: «Апа, мен де барайыншы Төремен». «Немене? Қайда бармақшысың? Менің балам үйленді екен деп енді оқымау керек пе? Әлде өмір бойы сенің етегінің астында өмір сүру керек пе? Қалаға барып оқиды». Мұны естіген Айнаш көздері мөлдіреп жылап жіберді. «Неге жылап тұрсың? Не, соғысқа кеткелі жатыр ма? Келіп тұрады ауылға». Солай үйленгендеріне 2 ай толғанда Бектөре қалаға кетті де Айнаш ата-енесінің қолында қалды. Сол кеткеннен қыста бірақ келді. Баяғыдай емес, салқын жүзді. Айнашқа деген өліп өшіп тұрған сезімі де жоқ. Айнаш болса бар тәттісін жылы жұмсағын алдына тосып бәйек боп жүр. 10 шақты күн өткен соң Төре қайтадан қалаға жинала бастады. Оқу басталады екен. Айнаш тағы жалғыз қалды. Енесінің қатулы қабағын бағып, қайнатасының менменшіл мінезіне шыдап жүріп жазда келді. Төре алғашқы оқу жылын аяқтап қайтты. Екеуі екі жақта өмір сүргенге ет үйреніп кетті ме, әлде көзден кетсе көңілден де кетедіге сайды ма? Әйтеуір Айнаш Төренің келгенін қыстағыдай құрақша қарсы алмады. Бірақ Төре қуанышты еді. Неге екенін қайдам, Айнаш Төренің бұл түрінен секем ала бастады. «Неге сонша қуаныштысың?» Қуанышты болмағанда ше? Өз үйімізге келдік қой. Қаладан да жалығады екенсің ей. Мейлі ендеше. Біраз жатып демал. Кешке керемет жаңалық айтамын». «О не? Қазір айта салсаңшы». «Жарайды». Айнаш Төренің мойнынан нәзік қолдарын айқастыра салды да құлағына сыбырлады: «Сен не, көзің көрмей қалған ба? Ішіңді неге байқамайсың? Бәсе, сені неге семіріп кеткен десем, аяғың ауыр ма не?» деп тыжырынды.
Неге қуанбадың, төре? Сенің есің дұрыс па? Біз әлі жаспыз ғой. Үйленбей тұрып айттым ғой мен саған, жаспыз деп. Тыңдамадың ба мені сол кезде? Болды, өзім шаршап келгенде миымды жеме, деп теріс бұрылып жатып қалды. Көңілі су сепкендей басылған Айнаш не дерін білмей тұрып қалды. Ата-енесінің қуанышын көрмеген соң бар үмітін төреден күтіп еді. Оның да қуанғаны шамалы. Жазғы демалысқа келгелі төренің күні де, түні де қыдырумен өтті. Ақырындап ауыл ішінде сыбыр-күбір көбейе бастады. Бәрі төренің жеңіл жүрсін әңгіме етіп, Айнашқа жаны ашып жатты. Бұл әңгіме бір-ақ күнде Айнаштың да құлағына жетті. Бірақ Айнаш ештеңеге қарамай, төреге шаң жуытпады. Өз көзімен көрмеген соң, ондай жамандыққа қиғысы келмеді. Кешке дастархан басында сұрағысы келді де, қайта айнып қалды. Кешкісін сөйлесемін ғой деп қоя салды. Кешке тағы қыдыруға шықпақшы болған төрені қолынан ұстап тартып тоқтатқан Айнаш бөлмесіне шақырды. Ішке кірген соң жайғасып отырды да, сол әңгіменің шетін шығарды. Оны кім айтып жүр саған? Бүкіл ауыл айтып жүр ғой, төре. Айтса сене бересің бе? Енді бәрі қойшей, басымды ауыртпай, деп басында мойындамады. Әрі-бері қыспақтап көріп еді, ашуы келген төре, сенің не шаруаң бар осы? Жүрсем не бопты? Не, жүрмей жүрген еркек бар ма? Бәрі жүреді. Жұмысың болмасын, деді де есікті тарс жауыпты да шығып кетті. Басында әзілдеп, әдейі қасарысып айтты деп ойлады. Күндер осылай өте берді. Күзде төре оқуға жиналғанда Айнашта қалаға төркініне барып қайтатын болды. Қуанышында шек жоқ. Айы күні жетіп отырса да, біраз күнге барып келетін болды. Солай екеуі жолға шықты. Қалаға келген соң Айнашты төркініне тастап, өзі тағы жөніне кетті. Сол кеткеннен мүлде хабар алмады. Айнаш төркінінде болған соң аса мән бере қоймады. Біраз күннен соң жалғыз өзі ауылға қайтты. Қайтарда да келіп хабар алмады. Ауылға келіп қайта жабырқау күй кешті. Солай жүргенде шекесі торсықтай ұл тапты. Мұндай қуанышты да қиналған сәтінде төре әдеттегідей жанында болмады. Босанып болған соң оқу орнына телеграмма жіберу арқылы ауылға алдырды. Ол кезде телефон деген жоқ еді. Осылай хат телеграмма арқылы хабар білсетін. Айнаштың босанғаны туралы хабарды естіген төре амалсыз ауылға тартты. Үйге келсе, Айнаш пен ұлы да келгені осы екен. Енесі немересін көргелі басқаша, құрақ ұшып, келінінің жағдайын жасап, немересін қайта-қайта қолына алып қуанып жүр. Атасы да ұрпағының жалғасқанына дән риза, тек төре ғана көңілсіз. Тіпті ұлын қолына алып көтермеді де. Айнаш оңашада төремен ашық әңгіме қылуды ұйғарды. Төре, осы сен неге үнемі көңілсіз жүресің? Тіпті менің аяғым ауыр екенінде, саған ұл сыйлағаныма да қуанбадың. Не мазалап жүр сені? Қалаға кеткелі өзгердің ғой. Маған ашып, айтсаңшы, қиналып кеттім. Менде адаммын. Менде де жүрек бар, көңіл бар. Көңіліңнен шықпасам, дей бергенде, төре аузынан сөзін жұлып алды. Иә, көңілімнен шықпайсың. Неге үйлендім өзі саған? Түсінбеймін. Қалада не бір сылқымдар мен десе ішкен асын жерге қояды. Ал менің отырысым мынау. Студент кезімде әке танып. Жетер енді. Мен ит емеспін.
мойныма шылбыр салатын, немесе аяғыма тұсау салатын мал емеспін. Өз өмірім, қалай сүрсем де өзім білемін. Төре, үндеме. Тағы жағыңды ашсаң, мен бұл үйден мүлдем кетем. Бірақ ажырасамын семен, деп есікті тарс еткізіп шығып кетті. Көзінен ыстық жас саулаған Айнаштың екі құлағы дыңылдап ештеме естімей қалды. Желкесі тартып, бас айналып бара жатқаны есінде. Көзін ашса, бас жағында енесі мен көрші үйдің кемпірі отыр екен. Ол кісі емші еді. Айнаш тұрайын десе бас айналып тұра алмады. Баласын іздеп еді, оң жағында пысылдап ұйықтап жатыр. Не болғанын ақырындап есіне түсірді. Денесі шымырлап, төренің айтқан сөздері өңмейінен өтіп барады. Мұның оянғанын көрген енесі жанына жетіп келді. Саған не болды, Айнашжан? Бөлмеңнен жақсылықтың жылаған даусы шыққан соң кіріп едім. Құлап жатыр екенсің. Түн қараңғысы болған соң көрші апаны шақырдым. Жақсы боп қалдың ба? Төре қайда, апа? Білмедім, үйге келмеді әлі. Айнаш енесіне болған жағдайды айтып берді. Тәйтәрі, ажырасқан нес? Ол не көкіп жүр? Оттамасын. Үйге келсін, сазайын береді әкесі. Айнаш енесінің мына сөзінен кейін біраз есін жинап, өз-өзіне келді. Бірақ төре сол кеткеннен хабарсыз 2 жеті келмеді. Әкесі мен шешесі уайымдап бітті. Тек Айнаш қана уайымдамады. Себебі ол басқаның жетегінде жүр деп ойлаған. Айтқаны да айтқандай келді. 2 жетіден соң өзінен үлкен көрінетін бір қызды жетелеп үйге келді. Кешкі асқа отырғандары осы еді. Айнаштың көзі шарасынан шыға жаздады. Төре ертіп келген қызының аяғы ауыр екен. Үйленетінін айтып міз бақпай тұрды. Әкесі атып тұрды да, жоғал үйімнен, боқ мұрын. Мені басынып істеген тірлігің осы ма? Әке, жоғал дедім. Апа, сен тыңдашы, деді төре. Балам-ау, не істеп жүрсің сен? Сенің әйелің, балаң бар ғой. Мен Айнашқа үйленгеніме өкінемін, апа. Мен бақытымды енді таптым. Осы кезде ауыл шетінде кеңседе отыратын пошташы апай кіріп келді. Қалайсыңдар? Разия? Жұмыстан шыққан бетім осы болды. Келіннің Айнаштың атына телеграмма келіпті. Беріп кетейін деп едім. Келіңіз. Апа, төрлетіңіз. Үй ішінің мазасыздығын байқаған апай, кеш болып кеткенін алға тартып, келген ізімен кері қайтты. Қызық, Айнашқа қандай телеграмма келуі мүмкін? Айнаш жүрексіне ашты. Жүрегі бір жамандықты сезетіндей. Ашып оқи бастаған ол есеңгіреп құлап бара жатты. Енесі жүгіріп келіп, демеп үлгерді. Столға отырғызып хатты оқыды. Масқара, құда мен құдағи осында келе жатып жол апатынан қаза болыпты. Бейшаралар-ай, алғаш немерелерінде көре алмай кетті-ау, деп аузын басып отыра кетті. Айнаштың бетіне су шашып, зорға оятты. Ояна сала қайта талықсып кетті. Мұның бәрін көріп тұрса да, төре міз бақпады. Сүйіктісін жетелеп шығып кетті. Әкесі мен шешесі біресе келініне, біресе немересіне жүгіріп, бәйек болып жатты. Айнаштар ата-енесімен бірге қалаға жолға шықты. Ата-анасының 7-сіне дейін болып ауылға қайтты. Төре сол кеткеннен бой көрсетпеді. Әкесі төрені біраз іздетіп еді, қалада деген сыбыс келді.
Жарайды, жүре тұрсын боқмұрын. Тиыны таусылғанда алдыма келер, деді тістеніп. Айнаш ауылға келген соң не істеймін деп ойлана бастады. Күйеуінің түрі мынау. Ажырасып кетейін десе енді қайда барады? Ата-анасы да соңғы сапарға шығарып салды. Енді кешке ата-енесіне айтып көрмекші болды. Кешкі асты ішіп, атасы газет оқып, енесі жақсылықты көтеріп отырған. Айнаш ақырын басып келді де үстелге отырды. Ата, апа, мен сіздермен сөйлесейін деп едім. Төре келмейтін сияқты. Мен қалаға барып, әкемнің үйіне барып тұрайын деп едім. Жалғыз емеспін. Жақсылық бар жанымда. Егер немерелеріңізді көріп тұрамыз десеңіздер, барып тұрасыздар. Тәйтәрі, не деп отсың? Келін. Екінші, мұндай әңгіме естімейтін болайын. Ешқайда бармайсың. Егер кетем десең, немеремді қалдыр да кете бер. Бірақ, ата, мен қалай өмір сүремін? Төре басқаға үйленемін деді ғой. Ол боқмұрынды үйге қайтарамын, сен уайымдама. Апа, айтыңызшы, мен қалай өмір сүремін? Төре мені жақтырмайды, жек көреді. Қызым-ау, ол әлі бала ғой. Ертең-ақ ескіреді. Әкесі оңдырмай сазайын бергенде өзі келеді. Тек сен шыдашы аздап күнім. Осымен әңгіме аяқталды. Ертеңіне кешке Төренің басы салбырап келіп тұр. Сүйіктісі біреудің әйелі болып шығыпты. Күйеуі ажыраспаймын деп Төрені ұрып соғып, әйелін алып кетіпті. Түрінен түр қалмаған Төре амалсыз үйіне келді. Ешкім оны құшақ жая қарсы алмады. Тек ана байғұс іштей уайымдайды ғой. Оның аяғы ауыр емес па еді? Енді не болады? Апа, мен оған үйлену үшін солай өтірік айтып едім. Жүрегім-ай, сен не қылған бала болдың, а? Ескірмеді ғой, тегі есің жоқ. Апау, кешірші. Айнаш қайда? Бөлмесінде. Алдымен әкеңе бар, сенімен сөйлеспекші. Әкесінен жетесіне жеткенше сөз естіген Төре аяңдап бөлмесіне кірді. Айнаш баласын емізіп отыр екен. Ақырын жер төсекке жайғасты. Не айтарын білмей біраз отырды. Айнаш үндемеді. Кешірші мені. Қателігімді мойындаймын. Мені қара басты. Анау сайтан алдап, арбауына түсірді. Айнаш, кешірші мені, кешіре көрші. Ата-анаңның арты қайырлы болсын. Төре, артық әңгіменің керегі жоқ. Көңіл айтар болсаң, сол кезде неге кеттің? Одан да балаңның болашағы үшін ойлан да, жүрісіңді ғой. Әкелші баламды, бір иіскейін. Айнаш жақсылықты төсекке жатқызды да, үндемей шығып кетті. Төре жақсылықтың бетіне ұзақ қарап отырды да, жүрегі жібіп, маңдайынан иіскеген күйі ұйықтап кетіпті. Арада біраз уақыт өтті. Төре оқуын аяқтап, елге бір жола оралды. Айнаштың жүрегіндегі сызат жазылғалы қашан. Бәрі ұмыт бола бастаған. Жақсылық жүгіріп, былдырлап сөйлеп жүр. Үйдің қуанышына, бақытына айналған ол, еркеліктің де шегіне жеткен. Атасының баласы деп ешкім оның бетіне келмейтін. Осындай құтты мекенге айналған үйге жақында тағы бір ұл келіп қосылды. Есімін апасы Айдар деп қойды. Тек жақсылыққа үміттенетін Айнаштың балбұл жанған жүзінен өмірінде енді қиыншылық көрмейтіндей көрінетін. Екі ұлына да апасы қарайды. Өзі ауыл шетіндегі почтаның жанынан дүкен ашқан. Төре мен атасы күн ұзаққа заводта жүреді.
Айнаш болса қаладан көтерме бағада киім-кешек, азық-түлік алдыртып дүкенге қояды. Төре Айнаштың дүкенде тұрғанын қаламай, жалға сатушы қыз жалдаған. Айнаш тек барып тексеріп тұратын. Өмірлері бір сарында жүріп жатты. Бір күні төре заводтан ерте келді. Айнашқа: «Айнаш, тездетіп кешкі асқа ет салшы қазанға. Заводқа тексеріс келе жатыр екен қаладан. 3-4 кісі». «Жарайды», деді күлімдеген Айнаш. Тексеріске келгендер кешке үйге қонаққа келді. Әкесі мен төре оларды құрақ ұшып күтті. Айнаш пен апасы ас үйден шыға алмады. Дастарханда құстың сүтінен өзгенің бәрі бар. Кішігірім той секілді болды. Олар тым кеш қайтты. Әкесі төрені тексерушілердің қызып қалғанын айтып қалаға жеткізіп салуды сұрады. Төре барғысы келмесе де амалсыз келісті. Барлығы көлікке жайғасқан соң ұйқыға кетті. Төре сол жаңа волгасымен қалаға тартты. Қалаға таңертең бірақ жетті. Олар жеткен кезде оянып, төре барлығын үйіне жеткізіп салды. Соңында алдында отырған мес қарынды орта жастағы 40-тар шамасындағы кісінің үйіне келді. Ол кісі төреге біраз демалып алуын айтып, үйіне шақырды. Онсыз да қатты шаршап тұрған төре бұл ұсыныстан бас тарта алмады. Үйдің есігін сұп-сұлу келіншек ашты. Үстіне киген жібек көйлегі сусылдап, ары-бері өткен сайын көздің жауын алатын. Қылымсый басып, төреге қонақ бөлмеге төсек салып берді де, күйеуінің сырт киімдерін алып шығып кетті. Төре төсекке қисайған күйі ұйқыға кетті. Оянса, үйде ешкім жоқ екен. Бас жағында бір жапырақ қағаз жатыр. Қағазда: «Бүгінше қонағымыз болыңыз, ертең қайтасыз», деп жазылған. Кім жазды екен? Месқарым ба, әлде Сылқым Бикеш ба? Ойы сансаққа кетті. Айнаш үйлерді тазалап, кір жуып, балаларды ұйықтатып, апасының жанына келіп отырды. «Апа, төре кешікті ғой. Апарып тастаймын да келемін деп еді. Кім білет жаным-ау. Шаршап достарының үйіне демалуға қалған шығар». «Мүмкін, апа». Осылай барлығы бөлмелеріне барып жатып қалды. Төре 2 күннен кейін ауылға оралды. Айнаш ойында ештеңе жоқ күліп қарсы алды. Тек әкесі ғана қатқыл түрмен кешке бөлмесіне шақырды. «Сен бала, не бүлдіріп жүрсің тағы? Мына жүрсің, суыт қой. Қайда болдың 2 күннен бері?» «Ой, әке, қайдасың ес? Өзі, біз барғанда түс болды ғой. Әрқайсысы үйіне тасып жүргенде, соңында демалып ал деп үйіне қонақ етті. Онда тұрған не бар? Сосын неге қайтпадың?» «Әке, мен баяғы жас бала емеспін. Тергейтіндей достарыма бардым. Қалаға бір келіп қалыпсың деп күтті 1 күн. Содан келген бетім осы», деп міңгірледі төре. «Байқа сен, сенің мына жүрісіңде, сөздеріңде ұнап тұрған жоқ маған. Сол тексерушілерден былық шығып, заводыма кесірің тисе, айтпады деме». Соңғы сөздерді өтіп бара жатып естіп қалған Айнаш үнсіз тұрып қалды. Ойы сансаққа кеткен ол, жылап жатқан баласының даусынан селк ете қалды. Осыдан кейін төренің қалаға барықшы жиілей бастады. Боларды да болмасты да сылтауратып қалаға кетіп, 2-3 күн деп келмейтін болды. Бірақ үйге келгенде дымын білдірмей, Айнаш пен балаларының асты үстіне түсіп бәйек болатын. Содан соң ба, Айнаш онша секемденбей уайымсыз жүретін. Бір күні төре тағы қалаға кететін болды. Заводқа керек заттарды аламын деді. Әдеттегідей Айнаш төренің киімдерін дайындап, тағы біраз күн
жоқ болып кетесің ба деп әзілдеп күлді. Жалт қараған төре: не, мен қашан жоғалып жүрмін? Білсең, сендер деп дамыл таппай жұмыс істеп жүрмін. Ерігіп жүрген ешкім жоқ. Ойланып сөйле. Әзілдедім төре. Неге бірден ашуланасың? Жәй, егер жұмысың бітсе, дүкенге керекті заттар ала келші дейін деп едім ғой. Көп сөйлемеші. Киімімді әкел. Мен саған қызметшің бедім? Сатушыға айт, әкелсін өзі. Осылай ашулы күйде үйден шығып кетті. Айнаш орынсыз әзілінен опық жеп қалғандай бармағын тістеп қала берді. Бұл кезде Айнаштың үшіншісіне аяғы ауыр еді. Төре қалаға кеткен соң Айнаш біртүрлі мазасыз күй кешті. Бір нәрсе болатындай елеңдей берді. Ертең келемін деп кеткен күйеуі 3 күн жоғалып кетті. 4-ші күні келді. Төре шаршаңқы, мазасыз күй кешкен тәрізді. Үй ішіндегі адамдар да, балалардың шуылы да жақпай отыр. Демаламын деп бөлмесіне кіріп кетті. Айнаш үй тірлігін аяқтап, балаларды ұйықтатып төреге барса, бүк түсіп теріс қарап жатыр екен. Төре: тыныштық па? Келгелі мазасызсың ғой. Тыныш, біраз шаршадым. Неге кешігіп кеттің? Заводқа қажетті құрал жабдықтарды іздедім. Ата, ол не заттар? Заводқа еш нәрсе керек емес қой, деді сен кеткен соң маған. Ой, папамда. Заман дамып жатыр ғой. Күнде жаңа құрал жабдық шығарып жатыр. Өзгертпесе болмайды. Бәрін саған айтып, есеп беріп отыруым керек пе? Мазамды алмашы. Қит етсе ашуланып шыға келесің осы. Балалардың да маңдайынан искемедің. Қашан келеді деп жолыңды тосып жүрді. Жә, қойшы енді. Үйде ғой, ешқайда кетіп жатқан жоқ қой. Ал айтпақшы, ертең қайта кетемін қалаға. Неге? Жұмыстармен барам. Айнаш үнсіз қалды. Не де болса, таң атқан соң атасына айтпақшы. Ертесіне таң ата төре қайта жолға шығып кетті. Тіпті әкесі ұйқысынан оянбай тұрып кетіп қалды. Есік алдындағы көліктің оталған даусынан оянды. Таңғы астың үстінде Айнаш кешегі болған әңгімені атасына айна қатесіз айтып берді. Енесі ойланып қалды. Осы бала бірдеңеге ұрынып жүрмесе? Шалау, барып тексеріп көрсеңші. Немесе адамдарың бар емес пе еді? Сұрастырып көрсеңші. Жә, тамақтарыңды ішіңдер, бір мәнісін қылармын. Осымен әңгіме аяқталды да таңғы астарын үнсіз ішті. Жұмысқа кеттім деген атасы тіке қалаға тартты. Түс ауа келген ол алдымен адамдарына жолықты. Үйіне қонақ болып, біраз демалған соң төрені сұрастырды. Біраз ойланып отырған досы төрені кеше бір әйелмен бірге көргенін айтты. Онсыз да ішінен сезіп отырған әкесі үнсіз біраз отырды. Ары қарай жай-жапсарын сұрады. Ол кісінің айтуы бойынша төре бір байдың нақсүйері болып жүрген әйелмен байланысып, соның үйінде тұрып жатыр екен. Ол байдың өз отбасы бала-шағасы бар. Бірақ ешкім білмейтін тоқал есебінде бірге тұрып жүрген әйелі бар екен. Оған қаланың қақ ортасынан пәтерде алып беріпті. Сол әйелмен қалай танысқанын қайдам, төре сол пәтерге күйеуі жоқта келіп жүреді екен. Әкесі оның кім екенін бірден сезді. Алдында тексеріске келген месқарын бай нақсүйері бар екенін, оған пәтер алып бергенін айтып, біраз көкіп еді. Төренің әкесінің де қолы біраз жерге жететін. Мына әңгімеден кейін адамдарын жіберіп, сол пәтерге төрені алып келуін айтты. Бірақ іздеген жерден төре табылмады. Әкесі үйдегілер уайымдап жүрер деп
амалсыз үйіне қайтты. Бірақ адамдарына жақсылап дайындады. Түн болса да жолға шықты. Ауылға таң ата жеткен ол үйіне кіріп, ым-дымсыз қонақ бөлмеге жатып қалды. Ертеңіне кешкісін төре келді үйге. Төре өрт сөндіргенде келе салып, әкесін іздеді. «Әке, сен не, байлығыңмен қолың барлық жерге жетеді дейсің бе? Кешіріп қойыңыз. Бірақ менің өміріме араласа алмайсың. Мен кетемін бұл үйден. Қалада менің әйелім бар. Қолыңды түсіріп сөйле, боқмұрын. Кімнің арқасында кердеңдеп көкірегіңді көтеріп, кімнің ақшасына шалқып жүргеніңді білесің бе? Нақұрыс. Жетер босқа лаққаның. Қалаға енді аттап баспайсың. Сен емес маған ақыл үйрететін. Әке, өз өмірімді өзім сүремін. Тіпті сенің ақшаңсыз-ақ өмір сүрем. Есікті тарс жауып шығып кеткен баласының артынан тұра ұмтылып айқайлады әкесі. Көліктің кілтін таста. Кілтті лақтырып кеткен төре бұрылмастан көшеге атып шықты. Мына жағдайдан кейін енесі мен Айнаш тек екі көзге ерік беріп қала берді. Баяғыда жас кезінде қатты мән бермеген еді. Жас болды ма, әйтеуір қатты қиналмаған еді. Қазіргі мына жағдай Айнашқа қатты әсер етті. Өзін тастап жіберді. Не үйге, не балаларына қарауға шамасы келмеді. Шырылдап енесі ғана жүгіріп жүретін. Бар жоғы 2 айдың ішінде жінжіп кетті келіні. Аяғының ауырлығына да қарамады. Тіпті қалай босанып алғанын да білмейді. Есі күресілі шығасылы. Мең-зең күйде жүр. Төре сол кеткеннен ұзақ уақытқа жоғалып кетті. Тіпті жаңа туылған қызын көруге де келмеді. Айнаштың жанына қатты батқаны балаларының алдағы болашағы еді. Үлкен ұлы көшеде ойнаса жылап үйге келетін. Менің әкем неге тастап кетті, апау? Бәрінің әкелері үйлерінде ғой, деп жылайтын. Сол кезде Айнаш ұлын қалай жұбатарын білмей дал болатын. Қатты уайымнан 30-ға толмай-ақ шаштары ағарып кеткен. Төренің көп өтпей-ақ сол келіншектің үйіне кіріп алғаны мәлім болды. Әкесі сырттай бақылап жүрді, бірақ үйге қайтуға үгіттемейтін. Себебі бұл жағдай тағы да қайталанатынына сенімдеді. Сондықтан да өзінің маңдайына тигенше, опық жеп, бармақ тістегенше жүрсін деп ойлады. Бүгінде төресіз өтіп жатқан өміріне 5 жылдан асты. Әке-шешесіз қалған Айнаш ажырасып кетейін десе барар жері, басар тауы жоқ. Оның үстіне балаларын атасы мен әжесінен айырғысы келмейді. Балалары үшін осынша жыл елдің қаңқу сөздеріне де мән бермеді. Осылай күндері өтіп жатты. Бір күні кешкі асты ішер алдында қоңырау басылды. Екі кештің ортасында кім болды екен деп ойлаған енесі барып есікті ашты. Арғы жағынан түрі тозып кеткен адам танымастай өзгерген төре тұр еді. Алғашында танымай қалған анасы бірер минут тұрып қалды. Апа, бұл мен ғой. Анасы не қуанарын, не жыларын білмей сасқалақтап тұрып қалды. Айнаш жүрегі сыр беріп қайта-қайта жатып қалатын. Бүгінде жүрегі ауырып бөлмесінде жатыр еді. Жанына барып баласы, әкем келді апа, деп оятты. Артынша бөлмеге ұсқынсыз, қараусыз қалған төре кіріп келді. Айнаш, кешірші. Қайдағы біреудің тоқалының тұзағына түстім. Ол тек ақша үшін әркімге тоқал болады екен. Кешірші мені. Келетініңді білгенмін. Деп теріс қарап, бүктүсіп жатқан күйі бұрылмады. Содан бері қанша жыл өтті. Төре тәубесіне келгенімен не пайда? Өзінің кесірінен жастайынан келін болған бір бойжеткен
өмірден еш қызық көрместен, тек қайғымен, неше жылын жылаумен өткізіп, енді балалары қолғанаты болып өсіп, жетілгенде өмірге өкпелі күйде бұл өмірден кете барды. Күйеуінен жылу көрмесе де кешірдім деп кеткен әйелінің сұлу бейнесі Байтөренің көз алдынан бір секундта кеткен емес. Бүгінде ештеңеге шамасы келмей қалған жігіт ағасының ел-жұртқа қарауға, сыртқа шығуға беті жоқ. Жүрек ауруынан айықпаған күйі әйелі бұны тастап кеткелі, тек сыртқа шығып үй жанындағы сөкіде қолындағы таяғымен жер шұқып күн ұзаққа отырады. Қартайған ата-анасының да айтқанын тыңдамайды. Жастайынан еңбекқор болып өскен жақсылық атасының заводын өз қолына алған. Інісі мен қарындасына да өзі қамқор, оқытты, жұмысқа тұрғызды. Атасы мен әжесіне қарайтын қызметші де жалдаған. Жақында үйленіп, анасы кеткелі қызықсыз қалған үй ішіне қуаныш әкелмекші. Әкесін де кешірген. Інісі мен қарындасын да әкелерін не болса да сыйлап, құрметтеуге үйретті. Бірақ Байтөренің өзі мұндай сый құрметке лайық емес екенін іштей сезіп, тартыншақтап, ұл-қыздарының бетіне тіке қарай алмайтын. Қипақтап, жас балаша жаутаңдайды. Мұндай өмірге көндіге алмай, Байтөре ақыры болмаған соң, қартайған анасының бір уыс дәрілерін жұтты да төсегіне барып жатып қалды. Ертеңіне таңғы асқа оятуға келген ұлы әкесінің жастығының жанына бір жапырақ қағазды көрді. Онда мынадай жазулар бар еді. Мен шыдай алмадым. Маңдайыма түскен қара таңба өмірімде ешқашан ағарта алмайды. Құрметті тыңдармандар, менің әңгімемді тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Қолымызда барды бағалайық.